Құрметті қауым, бүгін біз Қарақол өлкесінің тумалары Құрманәліұлы Бағдат ұлдары Қалел мен Гайдарды еске алуға жиналып отырмыз. Өлі разы болмай тірі байымас дейді қазақ халқы. Еске алып Құран бағыштауға келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Алла тағала сауаптан жазсын. Әке, сенің жасыңнан асып барам, кезі келгенде тасып далам, кезі келгенде жасып қалам. Мына өмірге бәрібір ғашық балаң, құралақан емеспін қуаныштан. Қуаныштар алдымда құрақ ұшқан, бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келеді тірі арыстан. Өкінбе әке, отың бар сөнбейтұғын, ол мәңгілік жанады көрмейтінім. Ұрпағың бар елменен ер намысын, тірі тұрса қолынан бермейтұғын. Мейман әулеті өзінің бастауын Шыңғыстау бөктерінен алады. Шыққан тегі тобықты, оның ішінде көкшер руынан тараған. Мейман атамыз халінің нашарлығынан сезініп, өзінің балалары Құлынтай, Сыдық, Құрманәлі, Тазабекті Көкбай, Жанатбай ұлына аманат етіп табыстап кетеді. Көкбай молда Мейман атамыздың немерелі інісі Еспай бабадан тараған. Өз заманында Абай Құнанбайұлының жақын досы, замандасы болған. 1927-28 жылдары конфискация тобықтылар өңірінде айналып өтпеді. Қитұрқы саясат Абай ұрпақтарын қудалауға ұшыратады. Сол уақытта Мейман әулеті үш шашшыға, қазіргі Таскескен маңы қоныс аударады. Сол жерде тұрақталып 1941 жылы Құрманәлі атамыз Орыс қаласы арқылы соғысқа аттанады. Үш айдан кейін Сыдық атамыз Алтай өңіріне соғысқа кетеді. 1946 жылы Сыдық атамыз отбасына оралады. Құрманәлі атамыз сол күйіше еш хабарсыз кетеді. Іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Құлынтай атамыз бала-шағасымен Сарытеректе тұрды. Мейман атамыздың жары Мәриям апамыз да сол Құлынтай атамыздың қолында еді. Соғыс заманында Сыдық, Құрманәлі аталарымыздың жұбайлары Нұрша апа мен Бижани апа бір шаңырақта Бағдари, Күлзия, Бағдат, Сағдат атты балаларына ие болып, үй жұмысымен түздің жұмысын тең бөлісіп, отағаларын жоқтатпады. Сөйтіп 1948 жылы бір баламен қалған Ахметбек атамызбен Бижани апамыз отау құрады. Бағдат Құрманәліұлы 1938 жылы 27 желтоқсанда Қарақолда дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылып, жастайынан еңбекке баулып өскен. Оқуда озат, әр ісіне тиянақты шәкірт ретінде танылған. Бағдат Құрманәліұлы мектепті бітіріп шоферлық мамандығына оқуға түседі. Оқуды аяқтап еңбек жолын осы салада жалғастырады. Ең алғаш жүргізген автомашинасы ГАЗ-51 4382 СПП нөмірлі машина болды. Қарақол мен аудан орталық арасында жүк тасып техникаға қажет саймандарды жеткізіп еңбек етті. Кей кездер екі рет жол қатынайтын болған. Кейінгі жылдары автодүкеннің жүргізушісі болып, қыс-қыстауға, жаз жайлауға малшылар мен шопандарға қажетті киім-кешектер мен тамақтар, үй шаруашылығына қажетті заттарды жеткізіп қамтамасыз етіп отырды. 1975-1982 жылдар аралығында ауылда автокөліктер гаражында меңгеруші болып жұмыс істеді. Техниканың көптеген түрінен хабары болды. Атамыз туған туыстарының қамқоршысы болып әрдайым ұйымшылдыққа шақырып отырған.
Барлық аға іні әпке қарындастарының Бағдаттың жақсылықтары мынадай еді деген жылы лебіз естеліктерін естіп өстік. 1959 жылы атамыз Құрманәліұлы Бағдат апамыз Дүкенбай қызы Балиямен шаңырақ көтереді. 1960 жылы тұңғыштары Бағдат қызы Гүлзайна дүниеге келеді. Кейіндері Қалел, Гайдар, Қайрат, кенжесі Гүлжазира. Апамыз совхозда балабақшада жұмысшылар комитетінде, жинақ кассасында есепші болып, кейінгі жылдары орталық қоймада меңгеруші болып жұмыстар атқарды. Атамыз Құрманәліұлы Бағдат 1984 жылы 24 қарашада ауырып, Қарақолда қайтыс болды. Бағдат атамызбен Бәли апамыздан 5 бала, 3 ұл, 2 қыз тарайды. Барлығы 14 немересі, 14 шөбересі бар. Бағдат қызы Гүлзайна 1960 жылы туған отбасылы, зейнеткер, жұбайы Мұталханұлы Қажымұқан, балалары Арал, Елдар, Аружан. Алматы қаласында тұрады. Бағдатұлы Қалел 1962 жылы дүниеге келді. Мектепті тәмамдап, кейін Аягөз қаласында автокрановщик оқуын аяқтады. 1980-82 жылдары Моңғолияда әскери борышын өтеді. Кейінгі жылдары ауылда шофер автокрановщик қызметін жасады. 1985 жылы отбасы құрып Алматы облысы Мыңбаев ауылында тұрды. Сол жерде қызметте болды. 2000 жылы 25 мамырда дүниеден өтті. Артында қалған ұрпақтары Бағдат, Сағдат атты 2 ұлы бар. Аягөз, Астана қаласында тұрады. Бағдат ұлы Гайдар 1964 жылы 22 наурызда дүниеге келді. 1981 жылы Қаракөл орта мектебін бітірді. 1982-84 жылдары Украинада, кейін Байқоңыр қаласында әскери борышын өтеді. Қарақолда токар болып қызмет жасады. 1990 жылы 18 тамызда Әлия жеңгемізбен отбасы құрды. Мектепте мұғалім болып қызмет жасады. 1999 жылы Алматы қаласына көшті. Өзінің жеке кәсібі техника жөндеу орталығын ашып, осы салада қызмет жасады. 2009 жылы 4 ақпанда дүниеден өтті. Артында қалған ұрпағы балалары Дастан, Рүстем, Дарина Алматы қаласында тұрады. Бағдатұлы Қайрат 1966 жылы туған. Отбасылы, әскери зейнеткер, жары Марат қызы Бақытжан, балалары Әділет, Медет, Жәлел, Азамат. Бағдат қызы Гүлжазира 1974 жылы туған. Отбасылы, жұбайы Ержан, балалары Ерсұлтан, Еркежан, Еркенұр. Бағдат атамыздың бір ана құрсағынан туған іні қарындастары Ахметбекұлы Ильясбек 1949-1983 жылдар өмір сүрді. Ахметбек қызы Гүлбану 1952 жылы туған. Ахметбек қызы Жұмагүл 1955-1997 жылдары өмір сүрді. Ахметбек қызы Ләйла 1957 жылы туған. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмас дегендей, әкеміздің сөзінен де, жасаған амалынан да, жүрген жүрісінен де тәрбие алған екенбіз. Әрдайым адам баласын жақсылыққа шақырып, өзінен үлкен кіші демей қол ұшын созып бауырына жақын тартатын. Қолындағысымен бөлісіп, көмек қолына аямайтыны. Ақ жарқын мінезі бәріміздің мәңгі есімізде екені рас. Өзінің қысқа ғана өмірінде бір ғұмырға татырлық іс бітіріп кетті. Артынан ұрпақ қалды. Өшпес із,
өзіне ақыретте демеу болар ізгі амалдар жасалды. Атамыздың, ағаларымыздың көрмеген қызығын апамыз, әулеттің үлкендері көруде. Ары қарайда көре беруін нәсіп етсін.